Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода алмадан жасалатын оңай пирогтың рецептісін көрсетемін. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар, және де астында подписаться батырмасын басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап миксермен көпіртіп аламыз. Жұмыртқа осылай көпіргеннен кейін үстінен қантымызды салып миксерлейміз. Міне осындай масса болғанша миксерлейміз. Жұмыртқаның дәмі пирогқа білінбес үшін осылай жақсылап көпірту керек. Газға ыдысымызды қойып, ең алдымен сүтімізді, одан кейін сары майымызды салып, ерігенше араластырып отырамыз. Алдыңғы дайын массамызға еріген сары майымызды құйып араластырамыз. Енді бөлек ыдыста құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз. Ең алдымен ұнның үстіне разрыхитель, ванилин және де корица қосып араластырамыз. Корица сіздерде болмаса қосуға міндетті емес. Бәрін осылай ыдысқа салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Дайын тұрған массамызға ұнды осылай шетінен салып отырып, миксермен араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны формамызға құямыз. Мендегі форма 22-24 диаметрлік. Осылай шетін фольгамен қоршап қойсаңыздар болады. Бұл пирогтың біркелкі әдемі болып пісуіне көмектеседі. Шетін жақсылап майлап алып, массамызды құямыз.
Мінекей массамызды құйып алдық. Енді пирогтың бетін әсемдегенге бізге 3 дана алма қажет болады. Видеода көрсетілгендей етіп алманы тураймыз. Мінекей осылайнан жұқа етіп бәрін әдемілеп турап шығамыз. Енді кесілген алмаларымызды пирогтың бетіне әсемдеп шығамыз. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей етіп орналастырып шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Осылай гүлдің формасына ұқсас әдемі узор болып шығады. Мінекей барлық алмаларымызды әдемілеп орналастырып шықтық. Ешқандай да қиындығы жоқ. Өте әдемі гүлдің формасына ұқсас болып шықты. Енді үстіне орех себеміз. Болмаса ол міндетті емес. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште пирогымызды 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Енді пирогтың бетіне әсемдік үшін сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Міне біздің алмадан жасалған пирогымыз толықтай пісіп шықты. Ортасы жұп-жұмсақ, дәмі де керемет болып шықты. Ыстықтай дастарханға ұсына берсеңіздер болады.